армысыздар, достар. Бүгін біз кезекті подкастымызды бастаймыз. Бүгін біздер табиғаттың, экологияның жаңағындай қоршаған ортаны қорғау мақсатында әртүрлі әлеуметтік және бизнес жобалар туралы айтатын боламыз. Бүгін бізде қонақта Құлман Асқар Мәдениетұлы, Атырау-Верм тұтынушы кооперативінің төрағасы. Қош келдіңіз. Бірінші сұрағымыз, верифермер деген кім? Сол жайлы бір толық айтып жүрсеңіз. Рахмет. Вермифермер деген сөздің өзі шетел тілінен келген бізге. Верм деген сөз құрт деген мағынаны білдіреді, фермер деген ол шаруа деген мағынаны білдіреді. Енді бұл вермифермер деген мамандық органикалық қалдықтарды жауынқұрттардың көмегімен өңдеп тыңайтқыш шығару, таза табиғи тыңайтқыш шығару, сонымен айналысатын шаруа ғой. Жалпы біздің мамандық бұл жаңадан шығып жатқан мамандық емес, бұл шетелдерде, Америкада, Калифорния штатында 1959 жылдары бастап қолға алынған. Осы шаруашылық қазір Еуропа елдерінде, өзіміздің түрік ағайындарда қатты дамыған, жақсы дамыған. Осыны егін шаруашылығына, ауыл шаруашылығына қазір көптеп қолданады осыны органиканы. Енді бұның артықшылығы органиканың шыққан өсімдіктерге өте қолайлы болады, ешқандай химия ештеңе салынбайды, таза табиғи қандай болу керек, өсімдіктер, жеміс-жидектер сондай қылып шығады да. Біздің қазір қолданып жатқан көбі минералдық удобрениялар, былай айтқанда химиялық удобрение қолданады. Оның өзінің белгілі бір нормада пайдаланса жақсы, бірақ біздің егіншілер, диқандар артық өнім алғысы келіп көп алу мақсатында артық қосып береді. Ол артық қосып берген минералды удобрениялар ол өсімдіктің, жеміс-жидектің, көкөністердің бойында сақталып, ол адам денесіне тарап, олар жағында уже түрлі зиянды ауруларға әкелуі мүмкін. Осы бағыттағы, осы саладағы бізде жоба болған 2017 жылы жәрмеңке өткізгенбіз, әлеуметтік жобалар жәрмеңкесін. Мен тек сол кезде бастап білдім. Бізде сондай жаңағындай не бар екен, жоба бар екен. Бұлай жайын айтып кеткеніңіздей, Америкада уже 50-60 жылдардан бастаған. Бізде Қазақстанға келгеніне бір 12-13 жылдай болған. Біздің өзіміздің оңтүстікте Шымкенттегі бауырларымыз сол ең бастап келіп айналысып, сонымен уже біздерге тарап, біздерге жетіп, сол біз Атырауда айналысып жатқанымызға 3-4 жылдың шамасында болды. Енді жаңа айтып кеткеніңіздей, органикалық қалдықтар дедік. Бұл органикалық қалдықтарға нелер жатады? Органикалық қалдықтарға енді кез келген шөп деп айтамыз ғой. Кез келген шөптің қалдықтары, любой шөп барады, мысалы жаңағыдай қураған, қурамаған деген сияқты, жасыл шөп, кез келген шөп, ащы болсын, тұщы болсын, мысалы жусан, барлық қандай шөп бар, соның барлық шөптер және жапырақтар ағаштан түскен. Сосын мына төрт малдың қиы деп жатамыз, көң дейді, әр жерде әртүрлі айтады. Сол төрт малдың көңі, шөп, осылардың барлығы. Одан бөлек жаңа үйден шыққан тұрмыстық тағамдардың қалған қалдықтары, жеміс-жидек, көкөністердің осындай қалдықтардың барлығы органикалық қалдық болып танылады. Яғни жаңағындай бүкіл табиғи қалдықтар, органикалық қалдықтарды. Қалдық болып саналады, бір сөзбен айтқанда. Енді осы органикалық қалдықтар дейміз, табиғи дейміз, бірақ былай айтқанда олардың да бір зияны болар да табиғатқа. Органикалық қалдықтар егер табиғатта көп жиналып қалатын болса, әрине табиғатқа, экологиямызға әкелетін зияны өте көп. Оның ішінде мысалы жаңа навозды айтып кетіп жатырмыз, жаңа көңді. Ол малдың көңі мысалы бізде қоқыс шығаратын свалка деп айтамыз ғой. Свалкаларда көптеп үйіліп жатады. Ол үйіліп жатқан навоздан бізде метан газы бөлініп шығады. Ол метан газы өзіңіз білесіз, ауа райына өте зиян тигізеді. Одан бөлек оның өртену қаупі бар. Мысалы жаңа шөптер нелердің бәрі өртеніп, сол одан да әртүрлі жаңағы зиянды газдар бөлінеді. Сол экологиямызға зиян болады. Және жаңа көптеп жиналған навоздарға жаңа қардың, жаңбырдың суы арқылы ол жер асты суына қарай өтіп, жер асты суында ластайды. Әртүрлі жаңағыдай вирустар тарайды, әртүрлі нелер тарайды, жаңа шірінділердің барлығынан ол уже экологиямызға орасан зор зиянын алып келеді. Біз сол зиянды нелердің барлығын алдын алып, оның біз былай айтқанда утилизация жасаймыз ғой, органикалық қалдықтарды утилизация жасап, наоборот жерге пайдасын беретін таза табиғи тыңайтқыш шығарамыз. Мысалы, олар жаңағындай істер құртпен өңдейміз дедіңіздер ғой да? Ол процесс сонда қалай өтеді? Сонда кішкене бізде процесс енді бірінші органикалық қалдықтарды жинақтап, олардың жаңағыдай компостирование дейтін бар. Компост жасаймыз, сол компосттан шыққан органикалық қалдықтарды оны жаңағыдай жауынқұрттарына береміз. Ол жергілікті жауынқұрт емес, бізде калифорниялық қызыл құрт деп айтылады. Калифорнийский красный червь дейді.
сонымен өңдейміз. Ол жаңа Америкада айттық, баста 1950-60 жылдары шығарылған изенофетида дейтін құрт. Ол құрт кәдімгі жауын құртпен салыстырған кезде бұлар тек қана органика қалдықтарды жейді, жерге кірмейді. Біздің өзіміздің жергілікті құрттар ол жерде топырақта жүреді ғой, топырақ жейді, топырақты ауыстады. Бұлар тек қана жаңа органика қалдықтарды жейді, ешқайда кетіп қалмайды. Бұларды асырау өте қолайлы болады. Жаңағыда қалдық саласыз, соның ішіне жейді, өлсе де соның ішіне өледі. Сосын бұлар апта сайын жаңа кокон тастайды. Сол коконнан жаңа 2-ден 20-ға дейін жаңағыда кішкентай құрттар шығады. Ол құрттар уже 3 айдан кейін оларда уже кокон тастап бастайды. Енді бұлар күніне өздерінің салмағымен бірдей жаңа органика қалдықты отход не істейді, өңдейді. Сол процесс солай жүреді. Содан кейін жаңа оны елейміз, қаптаймыз деген сияқты ары қарай уже технический нелер жұмыстар жүреді. Түсінікті. Яғни құрттарды сіздер жаңағыдай шетелден алып келесіздер де? Алып келінген, жаңа айттым, жаңа оңтүстікте, жаңа Шымкентте бізде 12-13 жылдан бері айналысатын жігіттер бар. Сол жігіттерден алдырғанбыз. Бұл келгенде ол тез көбейеді. Біз өзіміз атырауда уже 3-4 жылдай айналысып жатырмыз. Уже бізде атырауда да уже жергілікті жерге бейімделді ол құрттар. Жаңа қыстан қыстап нормально шығып тұр. Түсінікті. Бізде өзімізде Қазақстанда или жаңағындай жақын елдерде ондай құрттар мекендемей ме? Бізде өзіміздегі құрттар жаңа айтқандай олар көшпенді болады. Өзіміздің құрттар жаңа ол органика қалдықтарға кірмейді. Кірмегенде жейді де қайтадан ол жерден ұстай алмайсыз. Кең көлемде, мысалы бізде енді ол үлкен көлемге жайылғаннан кейін ол кетіп қалмау керек. Ешқайда сол жерде жұмыс жасау керек қой. Біздегі құрттар жерді қазасы болады. Бір аптадан кейін қазып қалсаңыз ол жерден құрт таба алмай қалуыңыз мүмкін. Мына құрттар ешқайда кетпейді, осы жерде өмір сүреді. Жергілікті құрттардан айырмашылығы бар кішкене. Бізде Россияда да бар, ондай құрт кезінде шығарған, Ресей Федерациясында. Олардікі старатель деген құрт. Олар жаңа суыққа төзімді болады да, бірақ ыстыққа шыдамайды. Мына калифорниялық құрттар біздің өзіміздің климатқа сәйкес келеді, ыстыққа шыдайды, суыққа да шыдайды. Енді сіздің жаңа компанияңыз Атырау-Верм тұтынушы кооператив болып табылады. Осы кооператив құру жаңағындай оған қалай келдіңіз? Сол туралы айтып жіберсеңіз. Енді ол кооператив құру бірден ойымызға келген жоқ. Ең бірінші жаңағыдай бәрі өзіңіз білесіз, әлеуметтік желі арқылы тарайды ғой. Жаңа ең бірінші өзім шаруамда жылыжайым болған. Сол жылыжайға көкөністер егеміз, результатын дұрыс бермейді. Сосын сөйтіп жаңағыдай көршім арқылы білдім, жаңа биогумус дейтін тыңайтқыш бар екен. Осындай жаңа жерді құнартатыны, жақсы қылатыны. Сосын жаңа әлеуметтік желі WhatsApp-та бір группалары бар екен. Сол группаларға кіріп, сөйтсек Қазақстан бойынша да әр жерде өйстіп айналысып жатқан, аз-аздан айналысып жатыр екен. Сөйтіп группаға кірдік, керекті мағлұматтарды алдық, интернеттен қарадық, сөйтіп өзімізде жаңағыдай Шымкенттен жаңа шылаушындарды алдырдық. Сөйтіп өсіріп, содан кейін 2022 жылы бүкіл Қазақстан бойынша осы верм фермерлер жиналдық, Шымкентке жиналдық. Себебі ол жақта көп айналысады екен. Соның бәріміз сол жақта жиналыс өткізіп, Қазақстан бойынша нақты дейтін бар екен, Национальная ассоциация кооператив дейтін. Соның төрағасы келді, Қазбек Шейх дейтін. Сосын сол кісі бізге жаңағыдай кооператив жүйесін түсіндірді. Сендер бірікпесеңдер, оны қиын дұрыс болмайды. Әр жеке басына жасаған тоже стандартта болмайды. Сол үшін жаңағы жеке бірігіп, барлығы бір стандартпен жұмыс жасаса, сапада болады, бәрі де дұрыс болады деп. Сол ойымен сол Атырауға келіп өзіміздің группамызда жаңағы кісілер жинадық, ол кезде 250-дей болды адам. Солардың арасында жиналыс жасап, енді бұл сала бізде дамығанда бізге жер керек болды, үлкен жер керек. Әр адам өзі ауласында шаруаны жасайтын болса, үлкен көлемде объем шығару мүмкін емес. Себебі енді 2 камаз 3 камаз ағыз дүкеннен кейін ол шаруаңызға сыймайды уже ары қарай дамыту кеңейту үшін үлкен жер керек. Үлкен жерге жасау үшін оған техника керек, болмаса жаңағыдай жұмыс күші керек деген сияқты. Сондай не болғаннан кейін бірігіп, басында 42 адам біріктік. Содан кооператив құратын болып шештік. Кооперативтің былай енді ИП-мен томен салыстырған кезде бұл жерде кооператив құрамына кірген пайщиктер барлығы тең құқылы болады. Mesela 42 адам кірдік па, 42 адам құқығы тең. Ешкімнен басымдылық жоқ. Мысалы мен басшымын, я төрағамын, мен деген ондай жоқ. Бізде кез келген мәселе бола ма, сол барлығымыз жиналыс жасаймыз, сол жиналыс бойынша, шешім бойынша қалай дұрыс деп қабылдаймыз, сол шешім қабылданады. Бұл жерде бір нәрсе сол да. Қазіргі заманды білесіздер, әртүрлі жаңағы алаяқтар бар деген сияқты. Сондай нәрсе болмау үшін кооператив құрдық, сенімділік болу үшін. Кез келген нәрсе бір адам шешпейді, барлығы ұжым болып шешіледі. Сөйтіп кооператив құрып, енді 42 адамның қазір әртүрлі себептермен 35 адам қалдық. Қазір жақсы өнімімізді шығарып жатырмыз. Жұмысымызды енді 2 жылдың үстінде уже жасап келе жатырмыз. Бұл кооперативке жаңағы 35 адам қалды дедіңіз.
бүкіл Қазақстандағы жаңағы осы салада айналысатын компаниялар ма? Жоқ, именно тек қана Атыраудың өзінде 35 адам бірігіп жасап жатырмыз. Қазақстан бойынша 3000-дай адам болар, 3000-дай ферма бар. Ол Қазақстан бойынша Казверм дейтін кооператив құрылған, үлкен кооператив. Ол біз ұйым болмасақ, біз даже мына ферма саласында заң жоқ екен. Мына органикалық тыңайтқыштар жөнінде заң жоқ. Ол заң болу үшін халық болып айналысу керек. Жаңа минералдық удобренияларға заң бар, субсидия бар. Оларға жаңағыдай енді, бірақ олардың барлығы бізге шетелден келеді, оны өзіңіз білесіз. Сосын минералдық удобрение не бар да, органикаға болу үшін жаңағы үлкен ұйым болу керек. Сол Казвермді құрдық. Мыңдаған адамдар сол жаққа тіркелдік. Біздің мына Атырау кооперативі сол Казвермнің пайшығы, сонда неден үлесте бармыз. Сол қазір енді сол парламентке өзіміздің немізді ұсынып, органикалық тыңайтқыштарға субсидия беру мәселесі қозғалды. Бұйырса 2028-ден бастап органикалық тыңайтқыш өндіргендерге субсидия беру мәселесі қаралып жатыр. Соны алып егін еккен адамдар субсидия ала алады. Бұрын ондай заң болмаған. Сол мына кооперативтің пайдасы. Сол жайлап заңға енгізіп келе жатырмыз. Субсидиядан бөлек жаңағындай инвестор деген сияқты тартқан жоқсыздар ма? Пока әлі тарта қойған жоқпыз, себебі енді ол біз жаңадан бастап жатқан кәсіп болғаннан кейін ол инвестор келетін болса, жаңа кооперативтік жүйеміз жаңа жойылып кетуі мүмкін. Себебі ол инвестор ол өзінің жаңа пайдасын сұрайды, несін сұрайды, уже біздің ел кете алмай қаламыз былай айтқанда. Мысалы жаңа 40%, 50% өзінің доласын сұрайтын болса, онда біз кооперативтік жаңа өзінің немізді жоғалтып аламыз да. Ал қазір ұйым болып тұрғаннан кейін барлығы ол өзіміздікі ортақ болғаннан кейін пока ешқандай инвестор тартып жатқан жоқпыз. Алдында сөйлескенде жаңағындай сізден қандай өнімдеріңіз бар деген сұраған едім. Қазір көріп тұрмын, сұйық биогумус дегендерді. Сол туралы айтып жіберсеңіз. Мынандай упаковканы шығарып, сізге көрініп жатыр ма? Осындай упаковка, заманауи қылып шығардық. Мына жерде жаңа өзіміздің QR кодымыз бар. Инстаграмға, сосын жаңа сайтқа. Қазіргі адамдар әлеуметтік желіні көп қолданады ғой. Біз туралы білу үшін осы фотоны сканировать етіп, Инстаграмға кірсе, бұл удобрениені қалай пайдалану керек, жаңа өсімдіктерге қалай салу керек, үйдің гүліне қалай салу керек, жаңа ағашқа қалай салады деген сияқты, жеміс талдарына қалай салады деген сияқты барлық способ применения дейді ғой. Соның барлығы көрсетілген. Составы бар ішінде, жаңа құрамында қандай элементтер бар екен. Сосын өзіміздің қалай жасап жатқанымыз соның барлығы сол Инстаграмда бар. Сол жерден қарап көріп алса болады. Сосын жерде біздің өнімімізді биогумус шығарамыз, жаңа биокомпост шығарамыз, сосын универсальный грунт. Енді бұл жерде енді основной бізде биогумус, бұл жаңа құрттармен өңдеп шығаратын. Сосын компост дейтін өніміміз бар. Сол екі өнім, мысалы биогумустың 30%, компосттың 70%-ын қосқанда универсальный грунт бар. Универсальный грунт дегеніміз ол дайын топырақ қой былай айтқанда. Жаңа гүлге неге бірден андан кішкентай қосам, мындан кішкентай қосам деп отырмайсыз, бірден салдыңыз, гүлді отырғыза бересіз да. Сол осындай өнімдеріміз бар. Жаңа осының 5 литр, 10 литр, 15 литр деген осындай қаптамаға шығардық. Себебі алған адамға жеңіл болу керек. Жаңа базардан алғанда 50 литрді арқалап жүргеннен гөрі осындай шағын алған болса, өздеріне жеңіл болады. Сосын мына сұйық түрі бар. Осындай сұйық түрдің жаңа 0,5 литровый түрлері бар. Осындай пока өнімдеріміз бар. Желе ары қарай дамып келе жатырмыз. Бұл сұйық түрін жаңағы топыраққа құяды ма сонда? Бұл сұйық түрін 1 литрін 10 литр суға араластырып, жаңа ауырып тұрған өсімдіктерге құйса, мына ішінде жаңа бүкіл өсімдікке керекті элементтердің барлығы бар. Солармен өсімдіктерге былай айтқанда біз адамға ауырып қалсақ система аламыз ғой. Система аламыз, тез аяққа тұрамыз да. Дәл сол сияқты бұл өсімдікке сразу береді. Жаңа ауырып тұрған өсімдік тез аяққа тұрады. Ал мына биогумусты, компостты өсімдікке беретін болса, ол былай айтқанда біздің қазақтың қазғартасы сияқты ғой. Дұрыс тамағымызды ішіп, шұбатымызды ішіп жүрсек, иммунитетіміз мықты болады да, ауырмаймыз. Ол жайлап эффектісін беріп отырады. Ол иммунитет мықты болған өсімдік ешкімге ауырмайды, ешқандай не болмайды. Сол сияқты осымен құрғақ биогумуспен егіп, жидкемен арасын суарып тұратын болса, керемет нәтиже болады. Жидке жаңағындай сұйық биогумуспен қаншалықты жиі суару керек? Ол қанша көп суарса да одан зиян жоқ. Просто жаңағы көп суарғанда, енді былай айтқанда қалтаңызға зиян болмаса, былай енді одан ешқандай зиян болмайды, потому что ол табиғи нәрсе да. Сіз шұбатты қанша ішсеңіз де ол зиян болмайды сізге. Енді сатып алуға кішкене қымбаттау болмаса, былай енді зияны болмайды оның. Табиғи нәрсе да себебі. Ешқандай химиясы жоқ. Кооператив жүйесі өте қолайлы жүйе. Жаңа айтып кеттім.
жаңағы бірігіп жасау. Біздің қазақтың негізі дана халық қой, саусақ бірікпей ине илікпейді деп жатады. Жалғыздың шаңы шықпайды деп жатады. Сол сияқты адамдар бірігіп топтасып жұмыс жасайтын болса, жұмыс өнімділігі артады. Мысалы жаңағы шет елдерде кооператив жүйесі дамыған елдерде көп қолданылады. Өзіміздің көршіміздің Ресей Федерациясында да көп қолданылады. Жаңағы дамымай қалған елдерде ондай кооператив жүйесі жоқ, дамыған елдерде. Кооперативтің бір несі сенімділікке құрылады ғой. Бірнеше адам бірігіп, бір мақсатқа жету үшін бірігіп, сонымен жұмыс жасайды. Мысалы жаңағы әртүрлі мысалдар бар. Мысалы Англияда, жаңағы Лондонда бір кварталда автобус маршрут жетіспейтін болған. Сосын олар алғанда бірігіп, сол кварталдың адамдары бірігіп ақша жинап, маршрут алған, сатып алған, соны линияға қойған. Үкіметтен 80% ояқты субсидия береді. Субсидиясын алып, ақшасын шығарып алған. Өздері сол автобуспен тегін жүреді. Былай уақытта анау доходына келіп тұрады, былай пайдасына келіп тұрады. Жалғыз бір маршрутпен жүріп, басқа нелерге де барады ғой. Сол кварталда тұрмайтын адамдардан, басқа адамдардан уже олар доходын алып отырады. Дәл сол сияқты мысалдар өте көп. Жаңағы ненің Еуропаның қай елде, бір елінде пенсионерлер бірігіп Таиландтан гостиница сатып алған. Ойлаңыз. Мысалы сіз бір неге барып келу, мысалы $2000 ақша кететін болса, қыдырып келу Таиландқа. Сол $2000 ақшамен пенсионерлердің барлығы бір 50 масында пенсионер жиналып, сөйтіп гостиница сатып алған. Оларға гостиницаның қойған талабы бір 2 мезгілде бару болмайды екен. Жаңа жылда сосын тағы бір праздниктер бар екен. Сол кезде туристер көп келер екен. Басқа уақыттың барлығында келіп демалуға. Осы басқа уақытта барып, сол жаққа барып гостиницада демалады, тегін демалады. Келген қонақтардан итакта пайдасы түседі. Ана жақта кеткен үйлерін жалдап кетеді. Пенсионерлер сол кооператив жүйесін пайдаланып жатыр да шетелде. Бізде мысалы кез келген мысалы кішкентай кәсіптер бар. Оған инвестор керек. Болмаса тағы да сондай нәрселер керек. Сол үшін ол дами алмайды бізде. Ал сол даму үшін кооператив жүйесін пайдаланатын болса, көп пайдасы бар. Мысалы ауылдық жерлерде мысалы біреудің тракторы болады, жер жыртатын. Біреудің жері болады, біреу агроном болады, жұмыс таппай жүрген. Сосын біреу ақшасы бар адам болады. Сол 4 адам мысалы бірігетін болса, егін егіп, сол ауылға пайдасын да тигізеді, өздері де пайдасын көреді. Қазір мысалы ақшасы бар адам істейтін болса, ол тракторист жалдайды, агроном жалдайды, жер бар кісіден жерін алады деген сияқты, ол қырын шығынға қалады, былай айтқанда. Жаңағыдай кооператив жүйесін құрып, бірігіп жасайтын болса, онда жақсы нәтиже көруге болады. Кооператив жүйесі ол қысқа уақытқа да болады, ұзақ уақытқа да болады. Россияда кезінде жаңағы айфондар бастап шығып жатқан кезде бір айфонның құны $2000 болған. Сосын олар Қытайға шыққан, Қытайда олар өздерінің жақтан кооператив құрып 2000 адам жинаған екен. 2000 адам жинаған, олар каждый $2000 ақша салған. Соны Қытайға заводқа шығып, айфонды $450 алған, $50 жолға кеткен шығаны. Сонда $2000 4 айфон алып келген Қытайдан. Біреу өзіне пайдасына қалды, үшеуін сатаса, мысалы қаншама пайда. Сөйтіп қысқа неге аралыққа кооператив құруға болады. Болмаса долгосрочный дейді, ұзақ уақытқа да мысалы жаңа біздің кәсіп сияқты кооператив құруға болады. Сонда тиімді болады. Мысалы біздің қазір кооперативке, мысалы әр бизнеске салғанда ақша вложение саламыз. Бізде қазір әр адамнан бізде шамамен 500 мың теңгедей ақша шықты. Ол 500 мың теңге ақша, былай айтқанда бизнес үшін көп ақша емес. Бірақ сіз соны 35-ке көбейтетін болсаңыз, жақсы ақша шығады да. Ал ол бизнеске стартқа алға алып өтуге жақсы мүмкіншілік та. Ол жаңағы компанияның акциясын сатып алғанмен бірге пайшық болып саналады, пайшық болып саналады. Бізде бұрынғы бір подкасттарда кәсіпкер келген болатын. Сол кезде осы кооператив туралы айтты. Ол кезде 2021 ма екен, сондай сияқты. Бұлар деген бір біздің бір оңтүстік бір облыста жаңағындай кәсіпкерлер бірігіп не сатып алған, супермаркет сатып алған, 10 адам бірігіп. И жаңағындай әр барған сайын, мысалы, бір 2-3 күн сайын әрқайсысы барып тексеріп кететкен. То есть жаңағындай ол біреудің жұмысы емес та, ол жалдамалы адам емес, жаңағындай менеджер емес, ол уже өзінің бизнесі болғаннан кейін оған жанашиды. Жаңағындай, и сосын каждый барады да тексеріп кетеді. Жаңағындай қалай жүріп жатыр жұмыс деген сияқты. И солай оны, мысалы, барып келгенде, тек сен, получается, айына бір рет барып тексеріп кетесің. И каждый 2 ай сайын, 2-3 күн сайын 10 кісі деген өздері барып тексеріп тұрады. Сол жағынан жақсы екен. Бізде жаңа айтып отқан 35 адамда біз графикқа бөліп қойғанбыз. Бізде жұмысшы жалдамаймыз. Әр адам бізде аптасына күніне 4 адамнан 5 адамнан жұмысқа шығады. Сонда айналғанда бір адам аптасына бір рет шығады. Жаңа сіз айтқандай,
аптасына 1 рет шығады, айына 4 рет шығады. 4 рет жұмысқа барасыз, бизнесіңіз жүріп жатады да. Сонда біз кісі жалдауға неге инвестордан ақша ұтып отырмыз, үнемдеп отырмыз бір айтқанда. Сол кооператив жүйесінің тиімділігі өте жоғары. Сонымен өзім сол жаңадан бастап кәсіпкерлерге айтар ұсынысым сол. Бірігіп жақсы идеялар болатын болса, бірнеше адам кәсіпкер болып бірігіп жақсы бірге жасауға болады. Сол кезде инвесторға да жерінбейсіз, өзіңізге де үнем болады. Енді жаңағы осы салаға қайтып оралсақ, сіздің таңдаған салаңызға органикалық қалдықтар дейміз. Мысалы бізде Қазақстанда қазір енді жаңағыдай мусор енді кішкене бір неде, қалай айтсам екен, кішкене дамымай жатыр да, сол саланы. Сол саланы қалай дамытуға болады? Осы именно енді біздер өзімізде дамымағаннан кейін дамыған елдерге қараймыз ғой. Біз енді қазір дамушы елміз ғой. Біз дамушы елміз. Енді әр саланың дамыған жағына қарасақ, солай қарап даму бізге кішкене жеңілдеу болады. Енді біздің менталитет түзету керек па? Енді мысалы Америкада есік алдында контейнерлер тұрады, именно органикаға жасыл контейнер қойып қойған. Соған органикалық қалдықтар салады, басқа ештеңе салмайды. Басқа қалдықтарды қара ящиктерге сала береді. Сосын жаңағы мусор неше жинайтындар жинап алып кетеді де, содан жаңағы переработкасын жасап, тыңайтқышын дайындайды. Ал енді ол жерде ол мусор алып кеткен үшін жаңа әр үйден, жаңа біз светкенге ақша төлейміз, мусор ақша төлейміз ғой. Сол сияқты органиканы алып кеткен үшін бөлек сол үйдің адамдары ақша төлейді. Бірақ көктем уақыты болған кезде барып тегін органикалық тыңайтқыштарын алады ана компаниядан. Көрдіңіз бе? Сол кезде ешкім ешқайда тасымалдап жүрмейді, келеді алып кетеді. Жаңа органикалық қалдықтарды өңдейтін компаниялар ол жаңа былай айтқанда шикізат іздеп жүрмейді. Оның как дайын тұр, жасыл ящиктен соның машиналарын жалдап қойған, тиеп алып кетеді, күнде алып келеді, мына жақтан уже переработкасын жасай береді. Олар автомат түрге қойылған. Ол компанияларға менің ойымша сол үкіметтен субсидия бөлінеді. Органикалық қалдықтарды утилизация жасап, тыңайтқыш жасаған үшін. Сөйтіп қолдау білдіретін болса үкіметтен, сонда ғана бұл кәсіп жақсы дамиды. Біздер қазір енді кейін қарай жасап отырмыз да. Өзіміз барамыз, айналайын Ақбөкен ауызыңды берші. Сен артық жатқан шөбің бар, мен алып кетейінші деген сияқты. Кейде бір 2-3 қамыз алсаң, содан кейін адамдар бастап мен сатам деген сияқты. Өздерінің мусорға жалдап, КамАЗ жалдап, трактор жалдап тапсырып жатқан навоздарын сұрап жатсаң сатам деген сондай адамдар да болады да. Біз күтте бір нәрсе көріп қалса, ақша жасағысы келіп жатады. Біздің әлі халықтың менталитетін өзгеріп, кішкене экологиялық мәдениетін дұрыстауымыз керек. Сонда ғана дұрыс жолға түсеміз деп ойлаймыз. Бірақ енді ондай күнде алыс емес шығар. Жайлап халықтың да несі түзелетін шығар. Сол үшін осы подкасттарды түсіріп, осындай нелерді халыққа көбірек жариялап, өстіп таныта беруіміз керек. Халық естімесе, білмесе, оны қайдан біледі? Өстіп жиі осындай нелер шығып тұрғанымыз дұрыс болады деп ойлаймын. Бізде мына Махамбет ауылында менің досым бар. Былтыр бір халықаралық гранттан жоба ұтып алған болатын, осы органикалық қалдықтарды өңдеу бойынша. Оның айтқаны, жаңағындай, қалай айтамыз, көңіл түсіп кеткен, өйткені әкімдік жағынан ешкім көмектеспеген. Жаңа айтқандай енді ешқандай бір заң да жоқ, ештеңе де жоқ. Сол себепті ол жағандай барады да айтатын мысалы, мен жағандай маған бір или жер жаңағыдай не беріңіз дейді да, свалкідегі. Бірақ оған жаңағыдай ешқандай көмектеспейді. Бір жыл бойы жасады, 6 айдай ма жасады. Содан кейін жаңағыдай бізде жаңағыдай пока бұл бағытта ешқандай даму жоқ, сол себептен жаңағыдай тастадым дейді. Қолдау жоқ. Қолдау жоқ, 2022 жыл біздер сосын жаңағыдай тоже халықаралық грант алған болатын. Мен репортаждар түсірдім. Ол кезде біз осы Оралдың қалдықтар, мусорларды қалай өңделіп жатыр, сол туралы түсірген болатынбыз. Бізде деген жаңағыдай айттыңыз ғой, әртүрлі түсті нелер қойып қояды, жәшіктер әртүрлі қалдықтарға. Бірақ ол қалдықтардың барлығы біз түсіргенде 2022-де түсірдік. Ол кезде жаңағындай, өзіңіз білесіз, қандай болып жатқан жаңағындай Ресеймен арада қарым-қатынас. Кейбір қалдықтарды бізде Ресейге апарып сатады екен. Сол себептен кейбіреулері жаңағындай неде свалкада жатыр да. Кейбіреулерін олар мына жақтан бөледі. Біз мысалы әйнек тастаймыз, бөлек қағаз тастаймыз. Сосын органикалық қалдықтарды бөлек тастаймыз ғой жәшіктерге. Оның барлығын олар бірақ апарады екен де, ана жаққа барғанда бәрі қосылып кетеді екен. Сосын ойладық, оны жаңағыдай
ол кезде бір миллиондаған ақшаларда бөлініп жатыр. Сол жаңағы халықтың экологиялық сауаттылығын көтеру бойынша деп. Бірақ енді мына жақтан біз бәрібір оның барлығын бөліп сұрыптап жатқанда ана жаққа барып бөлінетін болса, ол қандай пайда дейміз да? Үкімет тарапынан бір сондай мекеме құру керек па? Осының бәрін контроль жасау керек. Контроль болмаса, жаңағыдай бөлек ашып қойғанмен келіп бір машина тиіп алып кетеді да барлығын. Одан ешқандай не жоқ, результат болмайды. Сол жаңа біз Атырауда да осы мусор өңдеуші зауыттар ашылғалы жатыр. Соның басқасына жаңа жігіттерден сұрастырамыз, что там органика қалдықтарды қалай шығарасыңдар деп. Ол кісілер сол Америкадан барған, көрген, олардың шығаратын органика қалдықтары біздікі бармайды екен. Себебі арасында біз араласып жатады да барлығы. Бөлек жиналмағаннан кейін бәрі араласып жатады. Оның ішінде мысалы кішкентай сағаттарға негізі батарейка бар ғой. Сол бір батарейка түсіп кетсе, ол 10 квадратный метр жердің ластап жібереді екен да. Ол енді барлығы араласып жүргеннен ол уже жалғыз ол батарейкам, соның ішінде жаңа бытовой химияңыз бар, барлығы бар оның ішінде. Жаңа белезнаңыз бар, феррийіңіз бар, оның барлығын салғаннан кейін ол уже біздерге жарамсыз. Мысалы соны жаңағыдай бөлек ящиктерге қоятын болса, оны бөлек машинамен тасымалдап алып келетін болса, ол біздерге де қолайлы болатын еді. Компостымызды жасап, құрттарымызға жегізіп, солдан шыққан енді мысалы біз белгілі бір көлемін үкіметке тегін беріп деген сияқты, тегінде тал отырғызып деген сияқты сондай жұмыстар жасауға болатын еді. Біздің осы жалпы кооперативті құрғандағы мақсатымыз ең бірінші жаңа қоршаған ортамызды дұрыстау. Біздің өзіңіз білесіз, Атыраудың, Ақтаудың жерлері де құнар жоқ былай айтқанда. Атырауда терек азау деймін да? Терек аз себебі бізде тұз көп. Бұрын теңіздің орын алған жер асты сулары биікте орналасқан, жақын орналасқан жерге. Сосын жердің құнары жоқ. Ешнәрсе өспеген жерден құнар қайдан пайда болады? Қасында месторождение бар. Сондай нәрселер болғаннан кейін, өз жерімізге жаны ашығанымыздан кейін осындай кәсіпті қолға алдық. Кішкене болса да туған жерімізге бір септігімізді тигізейік. Бизнес болса да жаңағыдай пайдалы бизнес болу керек қой. Бірінші өзіңе, сосын айналаңда ортаға, қоршаған ортаға пайдасы тигізу керек. Сондай мақсатта ашылған кооператив қой. Сөйтіп жұмыс жасап жатырмыз. Енді ол жерде енді кооперативтің енді бізде не жағы өте көп, пайдалы жағы. Енді жаңа 35 адамның бізде бірнешеуі жұмыссыз былай айтқанда. Бір жағынан осы сала дамитын болса, ауылдық жерде біраз адам жұмыспен қамтылатын еді. Енді ауылда жаңағыдай органик қалдық жетеді. Жаңа малдың көңі, шығарылып қалған шөптер, солардың бәрін өңдейтін болса, оны қабылдайтын жер болса, біздің негізі кооператив құрғанда мақсатымыз сол қабылдау пунктін ашу. Қабылдау пунктін ашатын болсақ, ауылдық жерлерден сөйтіп өңдеу алып келген тыңайтқыштарды қабылдасақ, сосын жаңағыдай дүкендерге, жаңа супермаркеттерге соларға апарып қойсақ, өзіміздің жергілікті брендпен қойсақ, сонда ол ауылдық жердегі адамдардың деңгейі өседі, әлеуметтік деңгейі өседі. Біріншіден жұмыспен қамтылады. Сол бірнеше мәселені бір шешіп кететін еді. Экологиямыз тазарады деген сияқты. Осындай мәселелердің бәрін қамтитын болсақ, еліміздің экономикасы көтеріледі. Үкіметтен қол жайып не сұрайтын адамдар азаяды, жұмыс сұрайтын адамдар азаяды. Сол мәселенің барлығын шешімі негізі осы үкіметтен сәл-пәл кішкене қолдау болатын болса, ол негізі өзіміздің жаңа президентіміз де айтып жатады, осы жаңа ауылдық жерлерден кооперативтер ашылу керек, соларға қолдау бөліну керек деп. Енді бұйырса Алладан күтеміз енді. Алдағы уақытта может бір көмек болып жатса, тіпті жақсы, болмаса енді өз күшімізбен дами береміз алға қарай. Орал қаласынан бар ма сіздерде кооператив? Орал қаласынан қазір мүшелер бар. Оралда да біз бәрі әр жерде бүкіл облыстарда жаңа таныстарымыз бар. Осы Оралдың өзінде де 200-дің үстінде адам айналысады. Подсөкнеден адамдар бар. Осы мына Чапай жақтан адамдар бар. Ақжайық дейтін ауыл бар ол жақта да. Осы Ақжайықтың жігіттері бар. Бар, Оралда да біраз адамдар айналысып жатыр осы кәсіппен. Бірақ біз сияқты Атырау сияқты ұйымдасқан жоқ. Бізде сол Атырауда, сосын Ақтөбеде ұйымдасып кооператив құрдық. Басқа облыстарда әлі жеке-жеке әркім өз шаруағында жаңа бір-екі адамнан бірігіп деген сияқты. Сондай жұмыстар жүріп жатыр. Мысалы сіздерден қалай бизнес моделін алып, сіздермен ақылдасып, оларды аша алады ма? Ашалады болады. Ешқандай мәселесі жоқ. Біз қолымыздан келгенше өзіміздің жүріп кеткен жолымыз бойынша түсіндіре аламыз. Не жасады, қалай жасады, қайткенде дұрыс болады деген сияқты. Оның барлығы бізде ол айтудан келген емеспіз енді. Сұраймын деген, тыңдаймын деген құлақ болса, біз айтуға дайынбыз. Кеңесші консультация жаңағыдай болады да? Міндетті түрде тегін түсіндіріп береміз. Байаса қазақ байасын дегендей көмектесуге дайынбыз. Түсінікті.
Жақсы, рахмет көп келгеніңізге. Енді бұл подкаст жаңағыдай бұл ақпарат жететін құлаққа жетеді деп ойлаймыз, үміттенеміз. Осы енді Қазақстанымыздың қоршаған ортасын қорғауда, осындай экологияны сақтауда бір енді әлеуметтік дейміз, бірақ бизнесті да көптен көп жаңағындай пайдасын тигізіп жатқан көріп жатыр. Әртүрлі жаңағындай біз деректі фильмдер түсіреміз, сонда көптеген адамдармен танысамыз. Енді бүгін подкастқа келгеніңізге көп рахмет. Осы кәсібіңізге табыс тілейміз. Осы тек жемісті, табысты болып жүре беріңіз дейміз. Рахмет.